сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз құрттың пайдасы. Ауада жиналып пісілген іркітті майы алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Құрт қайнап жатқан кезде оның түбі күйіп кетпеу үшін арнаулы құрт былғауышпен басында қырғыш темірі болады. Әлсін-әлсін қазанның түбін ернеуін қырып аластырып отырады. Әбден қойылған құртты қапқа құйып керегеге асып қояды. Сонда оның қалған суы тағы да ағып құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп тақшаға, шеге қолмен сықпалап өреге жайып кептіреді. Көгермей қызмен біртегіс кебу үшін өреде жатқан кезде оны бірнеше рет қаудастырады. Осыдан әдіспен қайнатып кептіріп алған құрт жыл бойына, кейде 2-3 жылға дейін сақтала береді. Құрт күшті ас, ол әртүрлі тамаққа қосылады. Құрттан істелетін немесе құрт қосылатын тағамдардың кейбір түрлерін айту қажет емес. Құртты өкпе, асқазан, сүйек ауруларына ем және суық тиіп ауырғанда сорпаға қосып ішкен дұрыс. Дәрігерлер қазіргі кезде балаларға құртты үнемі жеуді ұсынады. Сүзбеде тұрған жас құртты сары маймен, жетсекпен бастырма ретінде шаймен бірге дастарханға қояды. Әсіресе кепкен құртқа, бауырсаққа, тісі өтпейтін қарттар үшін өте кенеулі ас саналады. Ертеректе жас құртты ми-палауға, құйрық бауырға қосатын дәстүрлер болған. Қайнап жатқан құрттың қалқып алған бетін құрттың көбігі дейді. Майлы кенеулі ас ретінде жас балаларға, қарттарға қалқып беру салт болған. Бұрын құрт қайнатқан үйден көбік жалаймыз деп ауыл балалары келіп жиналатын әдетте болған. Үлкендер құрттың көбігін ішкен баланың ішек жолына құрт түспейді деп жататын. Қайнап жатқан құртты алып май қосып сапырып ішетін де салт дәстүр болған. Өкпе ауруына суық тиіп ауырған сырқаттарға ем саналған. Ашыған айранды қапқа құйып сүзіп сықпа жасау әртүрлі үлгімен бөлшектеп кептіретін де дәстүр бар. Сықпа құртта бастырма ретінде пайдаланылған. Мұндай құрт жайған әйел ауыл балаларына арнап дөңгелек жасап жіпке тізіп мойындарына іліп қуанту салты болған. Езілген құрттың таусыншақ түйіршіктері немесе әдейі домалақтап ұсақ-ұсақ етіп жасалатын құрт бөлшегін малта дейді. Ұзақ сапарларда ауызға салып суын жұтқан кезде әрі сусын әрі қорек болған. Құртты сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішу үшін кепкен құртқа астауға салып ұнтақтап, келіге түйіп немесе қол диірменге тартып сосын езеді. Езген құртты ұлттық тамақтардың ең бір сүйкімдісі және кенеулісі. Езген құрттың ең соңғы шайындысын ақ малта дейді. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам болып саналады. Оны сол сұйық түрінде ішеді. Құрттың сары суын сүт қосып қайнатып ірімшік жасайды. Ауырған малға ішкізеді. Әйелдер бас жуады. Сондай-ақ одан тері илеу үшін малма жасайды. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.